Қалайсыздар достар, бүгін сіздермен WebMoneyден заявка дайындайтын боламыз. Бұл новыйдан бастап жатқан адамдарға, новичоктарға арналған. Қолданып көріңіздер. Бірінші біз Exchanger Moneyдің ішіне кіреміз. Ссылка арқылы кірдім мен. Қазақстанға арналған ссылка. Бірінші бетіне кірдік. Бұл жерде 3 сызық бар. Оны басып көресіздер. Біріншісіне карта, екіншісіне платежный система деген бар. Бізге осы екеуі керек болады. Картада ВМЗ сатып алу үшін біз Қазақстан теңгесін ауыстырамыз. Ал платежный система дегенде біз Alipay'ге салатын боламыз. Астына түсесіздер. ВМЗ-ны таңдайсыздар, Қазақстан теңгесін. Кейін бұл жерде купить на своих условиях, продать на своих условиях деген бар. Бұл жерде біз өзіміз қалағандай суммаға қалаған курспен алу үшін купить на своих условиях деп алуға болады. Сатқанда да солай. Бірінші столбиктегілер бұл продать на своих условиях дегенде шығады бұл. Ал астындағы купить на своих условиях деген. Кейін сіздерде осындай көк түсті болатын болса, бұл өздеріңіздің заявкаларыңыз. Мысалы, осы бір купить на своих условиях дегенде 5-ін ғана істеуге болады. Продать на своих условиях дегенде де 5 істеуге болады заявканы. Одан көп істей алмайсыздар. Мен істегендерім бар. Біріншісінде тұр. Енді мен сіздерге осының тағы біреуін істеймін. Оның төбесіне шығатын қып істеймін. Ол үшін мен біреуін ауыстырамын. Бірінші көріп аласыздар, курсты -20-да 48 болып тұр. Біз одан арзан істеуіміз керек. Мысалы, -20-да 47 деп істеуге болады. Мен 5000-ға істеймін. Многоразовая заявка мен істеймін. Осындай 5 пен 19 дегенде многоразовая заявка деп саналады. Ал астында тұрғаны одноразовая заявка, біреу ғана болады. Енді астына түсем. -20-да 48. Дайын тұрған заявкаларыңызды ауыстырсаңыздар болады. Ол переместить на черновик дегенге өтесіздер. Осы жерден ауыстыруға болады. Осындай жазып көрейік ставкаға. 5 ВМЗ-мен 5000-ға істейтін болсаңыздар, мына астына 5000 деп жазсаңыздар болады. Өз шығады. Қанша ВМЗ болатыны. Каспий банкты таңдаймын. Сіздерде өздеріңіздің банктеріңізді таңдай бересіздер. Мына біріне тиіспейсіздер. Енді опубликовать приложение дейсіздер. Публикация болғаннан кейін вернуться к списку деп астына түседі. Шықты. Көріңіздер. Екеу болды, бағана біреу болып тұрған еді. Осындай жасасаңыздар болады. Бұл заявкалармен контрагенттер өздері келеді сіздерге. Подтверждение ол адамға ақшасын жіберіп, Каспий банк болса Каспий банкпен, басқа банк болса басқа банкпен скриншот жасайсыздар. WhatsApp-қа жіберіп, скриншот жасап, подтверждение жасайсыздар. Подтверждение жасап болғаннан кейін өздеріңіздің рейтингтеріңізді осы сурет тұр. Өздеріңіз суреттеріңіз личный кабинет деген бар. Соның ішіне кіресіздер. Статистика бөлімінен көрсеңіздер болады. Статистика бөлімінде сіздің рейтингіңіз көрініп тұрады. Рейтинг активности на бирже дегенде, мысалы, мен 216, 17 минутта период жасаймын, 12 минутта подтверждение жасаймын. Бұл ауысып отырады. Мысалы, одан алдыңғысында осындай болған.
Бұдан да аз болуы мүмкін. Мысалы, 1 сағаттан көп болып кететін болса, жасыл болып қалады. Міне осындай түстері бар. Негізі көк түспен болғаны жақсы. Рейтингке қарайды, қазір сатып алып жатқан адамдар. Сол үшін тезірек подтверждение жасап, отправка жасаңыздар. Міне сіздерде қанша заявка бар екен көрініп тұрады. 8 заявка бар екен қазір менде. Солай көрсеңіздер болады. Міне мои заявка дегеннің ішіне кіріп, сделки деген бар. Сіздерге контрагент келгенде осы жерден көрсеңіздер болады. Видео ұнаған болса лайк басып, подписка жасап қойыңыздар. Сұрақтарыңыз болса комментарияға жазып кетіңіздер.